Сабақтың тақырыбы ағарту дәуірінің ең таңдаулы өкілі, неміс халқының ұлы ақыны, бүкіл батыс еуропалық әдебиеттің асқан классиктерінің бірегейі Иоганн Вольфганг Гетенің шығармашылығы. Жоспар: Иоганн Вольфганг Гетенің шығармашылығы, жас Вертердің азап шегу немесе неміс сентиментализмі, Фауст Гете шығармашылығының шыңы. Ұсынылатын әдебиеттер: Асмус, немецкая эстетика XVIII века, Жермунский, очерки по истории классической немецкой литературы, История зарубежной литературы XVIII века және Гетенің шығармалар жинағы, басқа да еңбектер. Ағарту дәуірінің ең таңдаулы өкілі Иоганн Вольфганг Гетенің шығармашылығы шын мәнісінде батыс еуропалық әдебиеттегі үлкен белес деп айтуымызға болады. Гетенің алуан тақырыптағы терең мағыналы туындылары 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басындағы неміс әдебиетінің ең биік шыңы және де дүниежүзілік әдебиет дамуының тамаша бір белесі деп айтуымызға болады. Иоганн Вольфганг Гете Германияның майындағы Франкфурт қаласында 1749 жылы 28 тамызда дәулетті отбасында дүниеге келеді. Баласының тәрбиесіне аса көңіл бөлген әкесінің арқасында Гете жастайынан білімге құмартып, қанығып өседі. Дарынды талант иесі 16 жасында Лейпциг университетінің заң факультетіне оқуға түсіп, Лейпциг университетінің денсаулығының нашарлауына байланысты аяқтай алмағандықтан Гете кейін Страсбургте заң ғылымдарының доктор атағын алады. Страсбург университетінде ол жас жазушы, философ Гердермен танысып, немістің ұлттық поэзиясының қыр-сырына қанығып құмартады. Гердер сонымен қатар Гетенің әдеби талғамын қалыптастырды. Гете 24 жасында Гетц фон Берлихиген драмасын, ал 25 жасында оған әлемдік даңққа келген «Страдания юного Вертера», жас Вертердің шегу атты атақты романын жазды. Гетенің анасы Катарина Элизабет жоғарғы сот судьясы Йоганн Тектордың қызы болған. Гетенің шығармашылық тұлғасының, азаматтық болмысының қалыптасуына анасының да ықпалы аса зор болған. Он обладает тем, что называют гением, склонен к резким эффектам, образ мыслей благороден. Он делает все, что пожелает, не заботясь о том, нравится ли это окружающим, модно ли это, отвечает ли это принятым понятиям. Так один из друзей описал классика немецкой литературы Иоганна Вольфганга Гете. Иоганн Вольфганг Гете родился 28 августа 1749 года во Франкфурте на Майне, в обеспеченной семье имперского чиновника. Его отец, доктор права, не утруждал себя работой. Огромное состояние, полученное в наследстве, позволяло ему заниматься любимым делом – коллекционировать книги, произведения искусства и путешествовать. Детство Иоганна было счастливым и беззаботным. Родители дали сыну прекрасное воспитание. Он обучался языкам, рисованию, игре на фортепиано, занимался верховой ездой и фехтованием. Уже в 10 лет Иоганн начал писать стихи и с тех пор считал себя поэтом. А однажды, устав писать сочинения на заданные темы, он придумал роман в стихах о 7 братьях и сестрах, которые писали друг другу послания на разных языках. В Лейпцигском университете, куда Гете поступил в 1765 году, он вместо занятий по юриспруденции частенько посещал лекции по логике, философии, истории. А все свободное время посвящал развлечениям, играл в карты, писал стихи, брал уроки рисования, заводил знакомства. Поначалу в светском обществе Лейпцига с удивлением принимали провинциала в старомодной одежде, говорящего на диалекте,
Чтобы избежать насмешек, Иоганну пришлось обзавестись модным гардеробом и обучиться хорошим манерам. Получив степень лиценциата права, 22-летний Иоганн вернулся во Франкфурт и к радости отца занялся адвокатской практикой в Вецлере, небольшом городке близ Франкфурта. Здесь он страстно влюбился в дочь местного чиновника Шарлотту Дуф. Однако девушка испытывала к молодому адвокату только дружеские чувства. Безответная любовь вдохновила Гёте на создание романа «Страдания молодого Вертера», который принес ему известность. История юноши, покончившего с собой из-за несчастной любви, подействовала на сентиментальных молодых немцев так сильно, что по стране прокатилась волна самоубийств. В некоторых городах книгу даже запрещали. В 1775 году Иоганн снова влюбился в Лили Шенеман, дочь богатого банкира. На этот раз дело дошло до помолвки, но свадьба так и не состоялась. Родители юноши были категорически против выбора сына. Свои страдания Гёте вновь излил в произведениях, главной темой которых были любовные переживания. Эрвин и Эльмира, Парк Лили, Стелла. Вскоре молодой, но уже прославленный поэт получил предложение от герцога Саксен-Веймарского переехать в Веймар и занять пост министра. В жизни Гёте начался новый этап. В течение последующего десятилетия он был тайным советником, председателем горнорудной и военной комиссии, руководил строительством дорог и укладкой городских мостовых. За усердное исполнение обязанностей герцог пожаловал Гёте дворянский титул. Однако поэт не придал этому особого значения, поскольку от рождения считал себя не ниже дворянина. Работа отнимала почти все время, но Гёте все-таки успевал творить. В Веймаре появились на свет его сценические произведения: драма «Ифигения», вольное переложение комедии Аристофана «Птицы», трагедия «Тассо». В конце лета 1785 года поэт неожиданно для всех попросил у герцога отпуска и уехал в Италию. Он провел в разъездах по стране около 3 лет, изучая памятники искусства и архитектуры. Вернувшись в Веймар, Гёте познакомился с 23-летней Кристиной Вульпиус, работницей фабрики по производству искусственных цветов. Девушка настолько очаровала поэта, что он, не задумываясь о мнении света, поселил ее в своем доме. История вызвала много пересудов, однако Гёте не отступился. Когда у Иоганна и Кристины родился сын, герцог Карл Август стал крестным отцом ребенка, чтобы показать сплетникам, как искренна его дружба с поэтом. Над трагедией «Фауст», которая принесла Гёте славу короля поэтов, Иоганн работал большую часть своей жизни. Почти 57 лет. В 1789 году он собрал книгу из отдельных фрагментов, однако работа над трагедией на этом не закончилась. Дополнения в нее вносились еще в течение 42 лет. Только в июле 1831 года Гёте записал в дневнике: «Завершено главное дело жизни». Последние годы Гёте провел в Веймаре вместе с семьей. Весной 1832 года он простудился, слег в постель и 22 марта скончался, окруженный любящими родственниками и друзьями. Всю жизнь великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте, подаривший миру бессмертную трагедию «Фауст», следовал принципу, усвоенному еще в юные годы. Каждый день — это действие, все остальное только тень, только пустое разглагольствование. Гёте өзінің тұстас досы немістің ұлы ақыны драматургі Шиллер секілді баллада жанрының да шебері болды.
Жалпы алғанымызда Гете шығармашылығының идеялық тақырыптық ауқымы өте кең деп айтуымызға болады. Жалпы Гетенің шығармашылығы сол өмір сүрген кезеңдегі қоғамдық саяси жағдайлардың негізімен байланысты деп айтуымызға болады. 18 ғасырда Германия уақ мемлекеттерге жіктелген бытыраңқы ел болатын. Сондай биліктің бір орталығы Веймарға 1776 жылы Гете Веймарлық герцог Саксенің шақыруымен келеді. Герцог жас ақынды министр дәрежесіне дейін көтереді. 10 жылдан астам мемлекеттік істермен айналысқан Гете өзінің қанша күш-жігерін салса да, сол өзі өмір сүрген қоғамдағы әділетсіздікті жоя алмайтынын сезеді. Кейін мемлекеттік істен бас тартып, әдебиет пен мәдениетпен шұғылдану үшін Италияға келеді. 1786-88 жылдар аралығында Гетенің Италияда болуы оның шығармашылығының жаңа кезеңін ашты. Италия сапарынан кейін Гете Ифигения в Тавриде, Эдмонд, Германия және Доротея сияқты поэмаларын, драмаларын және де 70 жылдардың басында Фауст туралы алғашқы өзінің ойға алған шығарманың негізгі тұстарын ғана жазып үлгереді. Италияға барған сапарында Гете бұл шығармаға қайта оралып, фрагментті жазады. Кейін досы Шиллердің кеңесімен 1797 жылы өзінің атақты Фауст туындысына қайта кіріседі. Яғни бұл кезең француз төңкерісінен кейінгі дәуір еді. Гете шығармашылығында әртүрлі мазмұндағы лирикалық, поэзиялық шығармалар да осы кезеңде жалғасын тапты. Италия сапарынан кейін Рим әуендері деген керемет өзінің өлеңдер жинағын жазды. Және ақын Шиллермен достық қарым-қатынаста жүрген кезеңінде бірнеше балладалар жазып, өлеңдерін жариялады. Жалпы Гете шығармашылығының идеялық тақырыптық аумағы кең, яғни оның 2000-ға жуық өлеңі, ондаған поэмалар мен романдары, 60-тай драмалық шығармалары, тартымды новеллалары, ертегілердің сан алуан түрлерін және ғылыми мақалалардың авторы ретінде танимыз. Жалпы Гете шығармашылығы батыс пен шығыс мәдениетінің тоғысқан айдыны дейміз. Ұлы дарын иесінің көне грек өнерінен бастап өз заманына дейінгі аралықтағы рухани қазына, мәдени байлыққа терең бойлағанын, оның шығармаларын оқу арқылы біле аламыз. Жалпы осы өзіне дейінгі рухани қазынаны еркін игерген Гете өзінің шығармашылығында осынау рухани қазынаны жаңа мазмұнда пайдалана білді. Яғни ол феодалдық дүниенің зұлымдық тәртіптеріне қарсы батыл наразылыққа толы, ұлттық өркендеу мен бірлікке шақырған гуманистік шығармаларын берді. Жалпы Гетенің өміріндегі кезеңдер, оның өз басының шығармашылығының өсуінің ғана емес, жалпы неміс әдебиетінің даму жолындағы ең маңызды кезеңдер деп айтуымызға болады. Яғни про Фаусты жазған кезеңінің өзінде 70 жылдары неміс әдебиетіне буря натиска қозғалысы, фрагменті жарық көрген кезеңінде 1806 жылы Веймар классицизмі ағымы туып қалыптасқаны белгілі. Яғни Гете өмір сүрген кезең Европада қым-қиғаш қайшылықтардың, дүркін соғыстардың, Наполеон жорықтарының, кейін Францияның монархияға қарсы төңкерістік қозғалыстарының асқындаған дәуірі еді. Жалпы бұл оқиғалардың барлығы оның шығармашылығына әсер етіп, көрінісін тапты. Гетенің ұзақ жылдар бойы терең толғаныспен жасаған ұлы мұрасы, адамзат тағдыры, тіршілік қасіреті жайлы трагедиясы бұл жас Вертердің азап шегу атты романы еді. Бұл осынау прозалық шығармасында Гете өзінің қоғамдағы жас адамның орнын таппай, көрген азабы, сонымен қатар махаббат азабы жырланды.
Жалпы Гетенің шығармашылығын назар аударатын болса, Гетенің поэзиясының өзі ерекше, бір шоқтығы биік әлем еді. Гетенің махаббат лирикасында талай арулардың есімі кездеседі. Гетенің жасы ұлғайған шағына дейін ғашықтық сезімін беріле жырлағаны бізге әдебиет тарихынан белгілі. Ульрика есімі дегенімізде Гете есіммен байланысты есімізге түседі. Гетенға жырлаған сұлулар ақынның өз тұсында сырластары Белинда, Тереза, Шарлотта секілді сүйіктілеріне арналса, жаны мәңгі жас ақын 70-тен асқан шағында 18 жасар Ульрика есімді жас аруға ғашық болып жырымен мұң шертеді. Гете поэзиясында лирикалық тембр әлемнен тыс ерекше сұлулықты жыр еткені белгілі. Гете поэзиясын Лермонтов аударып, кейін бұл дәстүр қазақ әдебиетінде Абай, Мағжан поэзиясында жалғастығын тапты. Қазақ халқына Гете ертеден-ақ орыс тілінде аударған шығармалар арқылы мәлім. Гетен алғаш аударған ұлы Абай болды. Абай Лермонтовтың аудармасы бойынша Гетенің қараңғы түнде тау қалғып әнін аударып, оған ән шығарып, қазақтың төл туындысына айналдырып жібергені белгілі. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салқып, түн басады салбырап. Шаң шығармас жолдағы, сілкіне алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Выбирален Gipfeln ist Druck in allen Wipfeln. Spürest du kaum einen Hauch, die wirklich schenkt. Warte nur beide, ruhig ist du auch. Жас Вертердің азап шегуі. Бұл шығарма бізде қазақ тіліне аударған Медеубай Құрманов сияқты аудармашы екені белгілі. Ұлы ақынның небәрі 25 жасында жарық көрген, оның есімін әдебиет сүйер қауымға кеңінен танымал еткен туындысы осы Жас Вертердің азап шегуі романы. Жалпы бұл шығармаға назар аударатын болсаңыздар, автордың ой толғамдары, сөз қолдану мәнері айрықша. Жас жігіттің өмірден бас кешуіне себеп болған махаббат сезімі мен адамдар арасындағы рухани тоғышарлыққа наразылық жайында сыр толғау деп қабылдауымызға болады. Яғни бұл роман 1774 жылы Гетенің өзі болған өмірдегі оқиғаларға негізделіп жазылған шығарма. Басты кейіпкер Вертер атты жас жігіт, ол поэзия мен сурет салуға бейім. Жас жігіт өзін әрқашанда жалғыз сезінеді. Адамдар арасында жүрсе де өзін жалғыздығын, ешқашан жалғыздығынан арыла алмайды. Оның Гомерді құмарта оқығанына куә боласыздар. Жалпы роман 2 бөліктен тұрады. Олардың әрқайсысы өз кезегінде Вертердің және роман шығаратын баспагердің хаттарынан тұрады. Олар оқырманға жолданады. Бас кейіпкерінің хаттары оның сенімді досы Вильгельмге жолданды. Вертер өмірінде болып жатқан оқиғаларды ғана емес, сонымен қатар өзінің сезімдерін де суреттейді. Вертер Шарлоттаны кездестіріп бірден ғашық болып, туыстары қызды Лотта деп аттаған. Ол князьдегі атаманның үлкен қызы болып, анасы ерте қайтыс болғандықтан Шарлотта өзінің кіші бауырларына анасы ретінде қамқорлық жасаған. Шарлотта қыз сұлу ғана емес, сонымен қатар ақылды, парасатты тұлға болатын. Жалпы бұл шығарманың әр сөйлеміне ой бойлатып, мағынасына терең философиялық тұрғыда қарап оқырсыздар деп сенеміз. Жалпы романдағы адамгершілік қарым-қатынас мәселесі күні бүгінге дейін өзінің тәлім-тәрбиелік мәнін жойған жоқ деп айтуымызға болады. Романды қазақ тіліне аударған Гетенің Фаустын қазақшаға тәржімалаған белгілі аудармашы Медеубай Құрманов еді. Медеубай Құрманов бұл шығарманы 1776 жылы аударған болатын. Жалпы Гетенің бұл шығармасы кейін 2014 жылы қазақ тіліне
неміс тілінен тікелей аударғаны да белгілі. Сондықтан да осы аударманың нұсқаларымен танысып көрулеріңізге болады. Жалпы Гетенің афоризмдік сөздері де күні бүгінге дейін өзінің маңызын жойған жоқ деп айтуымызға болады. Яғни білу ғана аз, сол білгеніңді істе қолдана білу керек. Адамның шын мәніндегі нағыз артықшылығы ғылымда. Денсаулық алтыннан да қымбат. Бақыт барын салып еңбектенгенге бұйырады. Жастық шақтардан гөрі жас ұлғайғанда көп еңбек тындыру керек. Қам-қатерсіз өмір сүру, мезгілсіз қартаю. Адам өмірінің биік шыңы жастық. Сәулет үнсіз музыка. Ғашықтық қуаныш, жастықтың сыйы бар. Жалғыз сен жұбаныш, пірімсің сыйынар. Яғни Гетеден қалған афоризмдер қатары өте көп. Атақты Фауст трагедиясына келсек. Фауст бұл қандай шығарма еді? Фауст ұзақ жазылған шығарма. Гете Фаусты 1770 жылы небәрі 24 жасында бастап, араға 60 жылдан астам уақыт салып, қайтыс боларынан 6 ай бұрын 1831 жылы аяқтағаны белгілі. Фауст трагедиясы, яғни 1969 жылы неміс тілінің маманы Медеубай Құрмановтың аударуымен жеке кітап болып жарық көрген. Неміс халқының ұлы жазушысы, жалынды патриоты болған Гетенің Фауст трагедиясы әлемдік әдебиеттің алтын қорына жататын шығарма. Данышпан ақын бұл шығармасына ерекше мән бергенін көруімізге болады. Жалпы адамзат баласының жарқын болашағына шексіз сенген ұлы ойшыл ақынның қаламынан туған осынау кемеңгер туындысы қазақ оқырманына 20 ғасырдың өзінде танылған болатын. Бұл ұзақ жазылған шығарма екенін айтып өттік. Ақын оны жігіт шағында бастап, яғни қайтыс боларынан 7 ай бұрын 1831 жылы шілде айында аяқтайды. Жалпы Гетенің әлеуметтік, қоғамдық, философиялық мәселелерді көтерген ең ірі күрделі туындысы болып саналады. Гете трагедияның екінші бөлімін жазу үстінде өзінің әдеби хатшысы Эккерманға ендігі қалған өмірімді маған берілген сыйлық десе де болады. Бұдан әрі ештеңе жазамын ба, жоқ па, маған енді бәрібір деген екен. Яғни ақын өзінің 60 жылдай аялаған ең басты шығармасына ерекше мән бергенін байқаймыз. Фаусттың мазмұнына келетін болсақ, ағартушы Фауст туған халқына пайдасын тигізу үшін білім беру мақсатымен Інжілді аударуды армандайды. Яғни бұл кезеңде Інжіл оқулық ретінде жүргені белгілі. Қарапайым халық арасынан шыққан бейкүнә, таза, нәзік қыз Фаусттың жүрегін ыстық сезімге бөлеп баурап алады. Адамның тағдыры үшін жауапкершілік сезімін оятып, Маргаританың діни, феодалдық дәстүрлерінің құрбаны ретінде мерт болуы, княздар билеп төсеген Германиядағы әділетсіздіктің, зұлымдықтың бет-пердесін ашады. Сатқындық пен озбырлық жайлаған феодалдық қоғамда бақытқа жету мүмкін еместігін айқын танытады. Фауст әлемдік мәдениеттің көркем мұрасы ретінде күні бүгінге дейін өзінің мәнін, маңызын жойған жоқ. Бұл шығарма асқан гуманизмге толы, азаттық пен бақыт, жарқын болашақ үшін күрескен қарапайым халыққа жақын, адал ниетті адам баласына түгел ортақ қазына деп айтуымызға болады. Жалпы Гетенің шығармашылығының шыңы деп айттық бұл шығарманы. Фауст жалпы 2 прологтан тұрады. Бұл театрдағы пролог және аспандағы пролог. Театрдағы пролог Гетенің эстетикалық көзқарасын танытады. Фаусттың өмір жолы, өмірінің мәні, шын мәндегі адам бақытын іздеу жолы. Бұл жол әрі ұзақ, әрі қиын. Фаусттың шегетін азабы, күмәні мен күдігі толы талай-талай қыл көпірлері бар күрес жолы. Трагедияда осының баршасы саты-сатымен
бұралаң бұрылыстармен Фаусттың қиялы, оның биік нысаны сипатталады. Фауст алдымен өмір мәнін ғылымнан табуға ұмтылады. Ол ғылымға өзінің бар өмірін сарп етеді. Заманның бар білімін меңгерсе де өзіне рухани қанағат таба алмайды. Табиғат сырларын ашуға дәрменсіз екендігін ашына мойындайды. Яғни Фаусттың басты проблемасы негізгі идеясы аспандағы прологта айқын көрсетілген. Гете христиандық аңыздың дәстүрлі образдарын пайдаланады, бірақ оларға мүлдем басқаша гуманистік ағартушылық мазмұн береді. Міне осы жағдайда шығарманың бас кейіпкерінің бірі Мефистофель пайда болады. Жалпы трагедияның сюжет желісі театрдағы прологтан басталады. Фаусттың басты проблемасы, негізгі идеясы аспандағы прологта айқын көрсетілген. Қарап отырсаңыздар, тәңір, періштелер, кейін Мефистофель келеді, 3 періште алға шығады. Гетенің өзі бұл шығармаға берген эпиграфында: «О дүние, бір кеудемде екі жан, тартысады екі басты жыландай, бірі жерді ұнатады жанындай, бір жер бетінің бар қызы оған тән, екіншісі лапылдайды жалындап, жоғарыға сүйрелейді бағынбай». Көріп отырсаңыздар, аспандағы прологта Рафаил, Жебірейіл, Михаил сияқты періштелердің осы диалогы беріледі. Жалпы бұл шығармада христиандық аңыздың дәстүрлі образдарын пайдаланған айтып өттік. Яғни осы Фаусттың арнауында Гете өзінің өмірге деген көзқарасын білдіріп отыр. Пролог табиғатқа деген салтанатты гимнмен ашылады. Періштелерді, күнді, жер суды, табиғаттың досы күштерін сипаттап, соның бәрін байыппен үйлестіріп отырған құдірет күшін мадақтайды. Табиғат гармониясына таңданады. Міне осы жағдайда Мефистофель келіп, періштелер әлемінің әдемілігін мадақтап жатқан кезеңде Мефистофель оны жоққа шығарады. Айталмай күн мен көктің қасиетін, білемін жер бетінің қасиетін, адамзат сол баяғы қалпында әлі тартуда күлкі өмірдің тақсіретін деп шындық ақиқатты білдіреді. Жалпы бұл шығармаға негіз болған сюжетті алатын болсақ, Фауст трагедиясы бұл 1587 жылы Майнда, Франкфуртта жарық көрген дін докторы Йоганн Фауст, әйгілі сиқыршы немесе шайтанға жанын сатқан сиқыршы атты халықтық кітапқа негізделген. Мефистофельдің бейнесі.